Lexus 470 автокөлігі осындай проектімен жасап атқан көлік. Бұл көлікте главный цилиндр электронный. Соның бачогына май құйған екен алдында. Соны алып тастаймыз да бачокты шығарып, жуып тазалап саламыз қайт. И полный жидкость құямыз. Таза жидкость, манол деген жидкость. Алдыңғы екі суппортын полный шашып, жуып тазалап, ремкомплектілерін ауыстырамыз. Артқы суппорт тоже жуып тазалап, ремкомплект ауысады. Алдыңғы тормозной шланг ауысады, артқы тормозной шланг, в общем, полный істейміз ғой бұл жерде. Тормозной диск ауысады, артқы. БАЗ-2110 деген автокөлік Багдан. Бұл жерде екі алдыңғы тормозной шлангысын ауыстырып салатын боламыз. Жидкость жіберіп қойған. БАЗ-2114 автокөлігінде тормозной вакуум ауысады. Алдыңғы екі тормозной шланг ауысады. Полный жидкостьтер ауысады системадағы тормозной. Төгіп тастаймыз да бош деген жидкость құямыз. И сонымен норма болады бұл көлікте бәрі. Тоже ухоженный автокөлік. Капсула времени ғой. Audi S4 универсал автокөлігі. Бұл жерде главный тормозной цилиндр ауыстырамыз. Алдыңғы тормозной колодка ауысады. Полный жидкостьтерін төгіп, сливать етіп, жаңартып берем. Audi S3 автокөлігі. Бұл көлікте главный тормозной цилиндрін ауыстырамыз. И бачоктар кірлеп кеткен, жуып тазалап салатын боламыз, как положено. Главный цилиндр істен шығып кеткен, қазір салып берем. Арғы бетте тоже Audi S4 автокөлігі бар. Ол көлікте тоже главный тормозной цилиндр істен шығып кеткен, соны саламыз, ауыстырып. Мына көлік, мына Audi S4. И соны саламыз. Бүгін воскресенье, в общем, напряженный күн ғой, күнде воскресенье сайын сондай ғой.